Қайырлы күн құрметті көрермендер, спорт 11 бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта су жаңа чемпиондар, бірер күн бұрын ғана Алматының төрінде, Алатаудың бөктерінде кубокты, Қалқанқұлақ кубокты осы сыр еліне алып келген Ақмешіт құрамасы. Қошеметтеп қояйық. Енді жеке-жеке таныстырып өтейін. Алдымен қонақтарды енді міне Дәулетхан Ағайдаров, осы команданың негізгі қаржылық менеджер дейсіз. Менеджері деп таныстырайық. Команда капитаны Әділбек Жақанов және үздік ойыншыны, командада үздік ойыншының бірі Қуаныш Мұстафаев. Негізі бұл спорт 11 бағдарламасының жүргізушісі мен едім. Бүгін қонақтамын. Бүгін бізде қонақта. Енді Ақмешіт құрамасының шынымен сыр жұртшылығы өзі біледі. Бізде енді сыр қаламгерлерінен құралған, осы республикалық додаларда осы сырдың абыройын қорғап жүрген, осыған дейін бірнеше бәсекелерде өзі топ жарып, осы облыстың мәртебесін көтеріп, мерейін асқақтатып жүрген команда екен. Жалпы енді кешегі турнир жайлы сөз қояйық бірден. Турнир жайлы айтсаңыз енді. Мен бастаймын. Дәулетхан турнирге дейінгі нелерін айтар енді. Мен турнир барысын айтайын. Жалпы Ақмешіт командасы енді сыр өңіріне ғана емес, қазір бүкіл республикаға танылған командалардың бірі. 2013 жылы өзіміздің осы журналистикадағы ағамыз, Ержан Байтілес ағамыз осы Ақмешіт деп сыр журналистерінің футбол командасын негізін қалап құрған. Алғашқы жарысымызға да сол 2013-те барғанбыз. Сол 13-тен бері 10 жылдан аса уақыт өтті. Ақмешіт командасының бағындырған белесі енді Құдайға шүкір деп айтуға болады. Барған турнирлерімізде көбінесе жүлделі орындармен қайтып жүрміз. Енді чемпиондық атағымызда кемде емес. Осы төрт рет өткен Амангелді Сейтханов ағамыздың енді коронавирустың кезінде енді ажалдың несіне ілінді. Барлығымыз қабырғамыз қайысты. Ол кісінің енді есімі бірақ ұмытылмайды. Осындай журналистер бар да, артында інілері, замандастары, әріптестер бар да. Осы Аман ағаның 4-ші мәрте биыл турнирі өтті. Сол 4 турнирдің екеуінде Ақмешіт командасы топ жарып, 2 дүркін чемпион деген бірінші атаққа ие болдық. Тамаша. Осы турнирдің негізгі тарихында қалатын құрама болып тұрсыздар ғой жалпы. Dream Team деген біз десе. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, енді осы турнирге дейінгі процессті осы Дәулетхан өзі айтып көрсін деп енді. Дәукең айтсын. Турнирге дейінгі жалпы енді құрам қалай жасақталды, жол барысы, шығындар, жалпы шынымен де жақсы байқағанымыз айтпақшы, осы турнирге Ақмешіт құрамасы жаңа формамен барды. Ол да мына кісінің несі арқасы, еңбегі. Ендеше микрофон өзі айтып өтер, азаматтарын айтып, қолдау көрсетті кім? Рахмет, біріншіден. Енді турнирге дейінгі дегенде бұл жалпы Ақмешіт командасына мен осы жылдың бедерінде қосылған азаматпын. Оған дейін бұл команданың негізін қалаған кісілер жаңа айтып өтті. Ержан Байтілес ағамыз бар, негізгі іргетасын қалаушы одан қалды. Соның қасында оң қапталында жүрген осы Әділбек Серікұлы Жақанов, Аси, бұл айтқан кезде қарапайым Аси деп біледі ел, футболшылар. Енді мен биыл қосылдым, өте сәтті қосылдым деп ойлаймын құрамаға. Неге десеңіздер, мен алаңға шықпаймын. Сәтті трансфер. Жалпы мен алаңға шықпаймын. Бірден айтайын, енді көргендер айтуы мүмкін, бұл өмір мен танитындар көп қой былайша. Өмір бақи аяғына доп теуіп көрмеген адам, бұл қалай футболист болып кетті деген сұрақ көкейінде болуы мүмкін. Уайымдамаңыздар, мен футбол ойнаған жоқпын. Ойнайтын ойымда да жоқ. Мен жалпы осы футболшылардың жағдайын жасауға, олардың жүріп тұруына, қарындарының ашпауына, жылы төсекте ұйықтауына жауап беретін азамат боламын, яғни осы менеджер деп айтады заманауи тілде. Енді оған дейін біз турнир басталатынның алдында бір ай бұрын, онан алды бір жарым ай бұрын біраз есіктер қақтық. Біз осындай бара жатыр едік, елдің намысын қорғау үшін. Енді бұл жерде жеке бір адамның, жеке бір яумаса клубтың мәртебесі емес, бұл жерде облыстың мәртебесі, облыс журналистикасының мәртебесі. Сондықтан да қолдау білдірулерін сұраймыз деп, сол кезде қолдау білдірген біраз азаматтар бар. Шүкір, мен олардың қазір атын атап айтсам, сіздер қиып тастамаңыздар ең бастысы. Бірінші кезекте мен
Ержан мырзаға рахмет айтқым келеді. Ержан Ескендір мырза бір сөзге келген жоқ, бірден қолдауын беріп, қолынан келген сумманы жіберіп, жігіттердің әйтеуір жолда қарны ашпасын, әйтеуір кереңге жаратарсын деп қолдау білдірді. Мына Қызылорда маркет желісінің құрылтайшысы. Онан қалды қолдау білдірген азаматтардың бірі бізде мына таза сабын деген өнім шығаратын өзіміздің замандас құрдас досымыз бар, Дәулет Ізбасарұлы деген. Сол жігітке де мың алғыс, мені көріп отырса дәке, саған көп алғыс. Өйткені біздің бірінші кезекте жол мәселесі тұрды. Өйткені 13 адамның басын құрап Алматы шаһарына барып қайту, қазір билет күннен күнге қымбаттап отырған кезде ұшақтың билеті 10 білесіздер ұшып тұр. Сол кезде 13 адамға былай айтқан кезде көлігін жұлып беріп, осы көлікпен аман-есен барып қайтыңдар, менің көмек сол болсын деп былай айтқан кезде солай қолдау білдірді. Және ең үлкен біздің бас демеушіміз деп айтсақ болады шығар, бас қолдаушымыз ол Асхат Шаукенбаев мырза. Асхат Шаукенбаев мырзаға алғыс білдіреміз. Себебі Асхат мырза бірінші кезекте форманы айтып отырсыңдар, жаңа форма шықты. Бұған дейін енді расында да сары ала форма, яғни Дортмундтың формасы, қателеспесем, Атлетико Мадридтің формасы. Соған бір ұқсас келеді. Сондай формалармен ойнап жүрген жігіттер. Сонан кейін бір жаңа формамен жаңа леп болсын, жаңа қадам болсын деген ниет жасап едік. Соны бір ауыз сөзге келмей Асекен қолдап, Асхат мырза бірден өзінің жаңағыдай магазиніне кіргізіп, қалаған формаларыңды алыңдар, 15 форма өздеріңе мінекей деген секілді жалпы қолдауын білдірді. Біз де өзіміздің қалаған формамызды шертіп жүріп алып, сол жерде кәдімгідей балаларға бұл үлкен бір серпін болды, мотивация болды. Яғни жаңа форма, енді жеңіске жетуіміз керек деген секілді. Мінекей осындай қолдаулар болды. Және де жарыс алдында үлкен қолдау әрине біздің облыстың, қаланың әкімшілігінің тарапынан, оның ішінде мына облыстық спорт басқармасы, Бақтияр Ғарифұлы басқарып отырған. Онан қалды қалалық спорт басқармасы және қала әкімдігі жақсы қолдауын білдірді. Мәдениет бөлімі деген секілді. Сондықтан да Жақпар Тәжмаханов мырза мысалға, онан қалды Бақытжан Омаров мырза, қала әкімінің орынбасары, және қала әкімінің өзі Нұржан Сәбитұлы барынша қолдауын білдірді. Және бізде сол білдірген қолдауды, артқан үмітті айтқан кезде ақтадық деп ойлаймын, жігіттер. Мен оның үшін біз деп айта аламын, өйткені команданың бір мүшесімін, бірақ жасыл алаңдағы негізгі ойыншылардың арқасы, оның құрамдан, негізгі құрамда осы ойын бастағалы тоқтамай ойнаған осы екі жігіт, онан қалды басқа да жігіттер бар, осы жерде отырғандар. Енді капитан ретінде бірінші кезекте осы Асидің, Әділбектің көңіл күйі дұрыс болу керек. Соны бірінші кезекте менеджер ретінде соны қадағаладым мен кеше. Өйткені көптеген ойын болғаннан кейін турнирде, мен бұған дейін турнирлерде былай көрермен ретінде болып біліп жүрдім, бірақ ішіне кірген кезде ол бөлек екен. Енді жалпы қуанышқа келейікші, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, енді бар полядағы енді 90%, 100% ойынды жүргізіп атқарып шықты. Жалпы өзіңіз қуаныш. Енді ойын жайлы айтсаң, енді қарсыластарға кішкене қай ойын ауырақ болды? Қуаныш сөзін бастамай тұрып бір нәрсе айтып кетейін, көзінше мақтаған болмасын. Финалдық кездесуде біз 1-0 Тараз құрамасына жеңіліп жаттық. Соңғы минутта, енді нақты кәдімгі тарихи шақырғансың, осы екі ойыншының арқасында голдық пасты берген, жаңағы ассист болған осы Асидің өзі, және голды салған осы Қуаныш Мұстафаев. Шешуші гол, маңызды гол. Сол голдың арқасында біз пенальтиге өттік. Пенальти сериясында енді өте жақсы жеңіп шықтық. Әрі Қуаныш айтсын. Кімбек үлесі бар Кімбекке. Кет Қуаныш енді. Жалпы енді ойын жайлы, енді мен жалпы осы бақ өкілдері арасында жарысқа 3-4 жыл бұрын ғана келдім. Көп болған жоқ. Бірақ та биыл ерекше форматта болды. Ең алдыңмен ең алғашқы формат қазіргі таңдағы Лига чемпионовтың форматында болды. Ешқандай группа емес, толық бір таблица, әр команда 3 ойыннан өткізеді. Сосын кімнің ұпайы жоғары болады, ұпайы жоғары болған 8 команда ғана ары қарай шығады плей-оффтарға. Енді кез келген футболшылар түседі, алғашқы ойын дейтін нәрсе өте қиын болады. Одан қалды поляға үйренісу деген секілді нәрселер, эмоциялық шығып кету, сама өз-өзіңді ұстай алмау дейтін нәрселер болады. Алғашқы ойын өте қиын болды. Сосын екінші ойында жақсы ойын өрнегін көрсеттік. Әділбек ағамыз 2 гол салдыңыз, дубль авторы атанып. Сол жерде ойын тағдыры. Әділбек ағамыз ол тұрақты, ол қай жарысқа барса да өзі бомбардир болып келеді. Өзім голдарын соғам ғой енді, бірақ анау былайда Хан Тәңірі деген стадион, Казгудың несі ғой енді, спорттық алаңы. Премьер-лиганың, бірінші лиганың ойындарын қабылдап жүрген, стандартқа сай алаң ғой, жасанды жасыл алаң. Шөбі
сәл қалыңдау. бутсыға арналған ғой негізінде. Бутсыға арналған. Біз енді сороконожкамен барып ойнап тұрмыз ғой. Бізге енді біз әуесқой футболшы. Әуесқойдың да әуесқойымыз ғой біз енді журналистер. Ауыр болды да алаң. Бірінші ойында біз аяғымыз жаңағы балтыр кетіп, санымыз ауырып, жүгіре алмай сәл жүгіріп не қиналып қалдық. Бірақ соның өзінде де енді Dream Team'ді ұтатын мүмкіндік болған. Мен пенальтиді мүлт кеттім. Осы турнир менің есімде бір жаман жағынан есте қалатыны 4 пенальти соқпадым. Мен ол тарихта болмаған ғой өзінің карьерамда 4 пенальти соқпаған. Осы кезге шейін пенальтидің бәрін мүлтіксіз орындап келдім. Осы биыл бір турнирде 4 пенальти соқпай өзім бір антирекорд орнаттым. Және де тағы айта кететін нәрсе, жалпы мен осы жаққа келген сіздердікін білмеймін, мен жалпы осы бақ өкілдеріне келгелі біздің тарихта болғанымыз тек қана камбэк арқылы чемпион болған командамыз біз. Тек ұтылып жатып шығарамыз. Мысалға 1-4-те 1-0 ұтылып жатырмыз, штрафнойдан салады. Екіншісінде де 1-2-де де 1-0 ұтылып жатамыз, штрафнойдан салады. Жаңа финал дәулет етіп тұрғандай. Сән ғой маған. Және финалда дәл жаңағындай 1-0 ұтылып жатамыз. Соңғы минутта саламыз. Қуаныш екеуміз контратака кетеміз ғой, ол былай болды. Тараздықтардың өзінің негізі ұтып тұр. Ойыны аяқтауына 2 минут уақыт қалды. Былайынша қорғанысты жатып алса болады ғой. Бұрыштама болды. Бүкіл ойыншысы біздің айып алаңымызға келеді да, екінші голды соғып, в общем, нүктесін қойғысы келеді олар. Сол кезде біздің қақпашымыз прострел береді, қолымен шығарады. Олардың бірақ қорғаушысы қалған артта. Кука допты тоқтатады да баспен маған скидка жасайды. Екеуміз контратакаға, екеуміздің де енді сілікпеміз шығып тұр. Шаршап тұрмыз, күш жоқ уже. Қорғаушыны өзіме жақындатам да, Кукаға былай қиыстырып берем. Қақпашыға да қол жетпейтіндей, и Кукаға да ыңғайлық берем. Қақпашы ұстағысы жерде жатыр. Одан өтіп кетеді да, Кука былай оң қапталдан шиіріп алыс бұрышқа салады. Енді бұл жерде голдан бөлек андай нәрсе ғой, финалда енді оңай емес, азаннан кешке дейін футбол ойнау оңай емес қой. Үстінде негізі жаңбыр болады. 3 сағат футбол ойнаппыз ғой. Негізінде жаңбыр жауады деп күтілді, негізі қарадық қой енді прогноз погоданың бәрі. Бірақ та күн қақшиып тұр. Үстімізден күн ұрып тұр, астыңнан ұрып тұр. Финалда күш жоқ, мүлдем күш жоқ. Ешкіммен шаруасы жоқ. Енді Асейдің айқаймен жүретін балдарымыз ғой, негізі бит ойнайды, айқайлайтыны бар тұғым. Үн жоқ поляда. Айқайлауда шама жоқ. Тек соңғы күшімізді бір как будто бір соған ұстаған сияқтымыз негізі. Бір мүмкіндікті күттік қой біз ше, бір мүмкіндікті күттік. Тараздықтар өздері бет. Және мен бір таң қалатыным, мен гол салған кезде мен полядан шығып кеттім ғой, мен қарсыластың полясында тұрмын. Бір өзім қуанып жатырмын. Ала кісілерде өзі жоқ. Дейтінде күш жоқ қой. Барып оны құшақтауға да күш жоқ қой. Қайт, защитаға қайт деп жатса. Қалай есеп 1-1 болды. Сонымен ойын аяқталды. Ол жерде қуанудың себебі біз пенальти бар ғой, біз содан кейін бірден қуандық. Енді шынымен де айтып жатса жаңа командада қаншама жігіттердің де еңбегі бар деп ше. Енді команда құрамымен капитан таныстырып өттік барлық. Қандай жігіттер болды? Жалпы енді біздің Ақмешіт бұл жарыстың аясында осы жарыстың ерекшелігі бұл плюс 30 жастан асқан журналистер ғана ойнайды. Сосын алаңда бір плюс 40 жүру керек. 40 жастан асқан. 40-тағы аға. Иә, 40-тан асқан бір аға журналист жүру керек. Ол қақпашы болуға болмайды, сондай талаптар бар. Біз өзіміздің негізгі құрамымыз осы Қуаныш Мұстафаев, Алтай Сағындық, Талант Айымбетов, тағы кім бар еді? Нұржан Батыршаев, Али Жарықбаев, мен, Асқар Тәжиев, Әкімжан Жолтаев, Нұрлан Жақыпбеков, Қамбар Бекенов. Енді Нұрлан Жақыпбеков те сол дәулеттің ой жақ бұжағы, енді сыртқы мәселелер шешетін. Ойнайтын бір 7-8 бала ғой. Соның биыл 3-4 баламыз барамай қалды. Сондықтан сөйттікті біз Атырауда өзіміздің әріптестеріміз бар. Нұрислам Ғұмар, Қайсар Жетпісбаев, Алмас Текешев. Сосын Дәулет Иманғалиев педі? Дәулет Иманғалиев. Сендер бізге ойнасаңдаршы деді. Олар өйткені спонсор жоқ, біз барамаймыз деп отқан. Сосын біз сендерге енді
билет алуға көмектесейік, Ақмешітке ойнаңдар деп. Олар қуанды. Өйткені Атырау осы кезге шейін атыраулықтар, Атыраудың енді әріптестеріміз чемпион болмаған. Үшінші орын, екінші орын алды, бірақ чемпиондыққа бір қадам жетпей, бір жолдар сәтсіздік болатын да. Сосын өздері енді мен Аси дейді оны, Асике бір Ақмешітке ойнап біз жолымызды ашып алайықшы, бір чемпион болғымыз келеді біздің де деді да. Онда чемпион болғыларың келсе, онда дұрыс таңдау жасап тұрсыңдар ғой дедім мен де. Сағандай екен. Иә. Сондай сенімділік болды да, онда бізде бір чемпион болғымыз келеді, сіздерге қосылайық деді. Енді өз қосылам деп тұрған балдардың енді итермейсің ғой. Өзіміздің де жағдайымыз мәз емес болып тұр. Сонымен жарайды деп Нұрислам, Қайсар, Алмас Текешевті алдық. Енді жігіттер сенімді ақтады, сенімге селкеу түсірген жоқ. Әсіресе қақпашы ақтады. Жалпы о жігіттерге риза болғаным, Атырауымыз деп бөлінген жоқ. Болды, Азеге, біз Қызылорданың намысын қорғаймыз, Қызылорданың, Ақмешіттің чемпион болуына бар күш жігеріміз саламыз деді. Сол уәделерінде тұрды. Аяғым ауырды, андай, мұндай бір сылтау айтқан жоқ. Соңына дейін күресті. Біз үшін кәдімгідей бауырларым, өзіміз жылда бірге ойнап жүрген жігіттер сияқты командаға сіңісіп кетті. Енді айтатсыз ғой, Асидің айқайы деп айқайлаған кезде әйтеуір. Ондай әңгіме группада қозғалған ғой, қуаныш айтсын. Бізде андай ғой, енді Атыраумен қосылып барамыз деген кезде, Атыраудың балалары енді, олардың стилі бөлек, біздің стиліміз бөлек қой, ойынымыздың енді. Енді бізде Әділбек ағамыз енді үлкен болғаннан кейін, капитан болғаннан кейін, енді біз қателік болмайды ғой, қателік болады сол кезде енді айтатыны бар енді. Эмоция ғой футбол болғаннан кейін. Айқайлап айтады, бүйтіп ойна, бүйтіп ойна. Інілерім ғой көбісі. Иә, бәріміз енді аға деп сыйлағаннан кейін бұл кісі енді айқайлайтын бар да енді. Сол Атыраудың балдары жазып, иә, Атыраудың балдары жазыпты, жігіттер барғаннан кейін күшті бір команда болып, ауызбіршілікпен, ұрыспай, айқайласпай дейді. Сосын мен жазып жібергенмін, біз айқайласпасақ ойна алмаймыз деп. Шынымен де айқайластық, чемпион болдық. Айқайластық чемпион болдық емес, мен саған нақтысын айтайын ба? Бірінші ойында Dream Teamмен ойнадық қой мәселен. Ол жерде айқайсыз, жай ғана 0-0 ойналып бітті. Екінші ойында Түркістанмен ойында, мынау сол қапталында отырған Әділбек Серікұлының бір әдемі французша дауыстары шықты. 2 гол салынды ғой. Әдекем бірінші ойынға бір эксперимент жасап көрген жоқ, ол жерде Әдекеңдікінен бөлек Қуаныш пен таланттың арасында бір әдемі текетірес болды. Команданың ішінде. Поляда. Айқай жетіспеді. Витамины. 2 гол салынды ғой, мен риза болдым. Қасымда Жанкеров отқан соң Алматыдағы досым айтады, өз-өзіме қырылып жатыр ғой дейді, мен айтамын, саспа, артынша гол салады деймін, артынша гол салды, таңғалды ғой кәдімгідей. Сондай бір өзіндік бір қағидасы, стилі бар. Айқай. Енді Дәукен бағана айтып қалдыңыздар ғой, сіз құжат жағынан қадағалау, басқа өзге команданың ойыншыларындағы жаңағыдай подстава дейді ғой, қосқан жаңағыдай профессионал түрде ойнайтын ойыншыларды қосу. Сол жағынан бір сондай бір жайттар болды ма жалпы? Енді былай, мен айтайын, мен айтып отырмын, мен футболист емеспін, ешқандай футболшыларды енді үлкен футболист болмаса профессионал былайынша ЛФ-те тағы басқа да басқа лигаларда ойнап жүрген футболистермен танымаймын. Бірақ футболист екендігін ойыннан қарап көруге болады, және сол жерде жүрген спорт сарапшы журналистер бар бізде, мықты жаңағы Ермұхамед Мәулен жүр сол жерде, Айбек Қабылша жүр, Ермек Төрениязов жүр, енді көбі жерде. Жалпы мына бүкіл спортқа, бүкіл жаңағыдай былай саналы ғұмырын журналистикаға арнап жатқан. Солардың барлығы келіп айтып жүр да, мына Шымкенттегі анау ғой, мынау ғой, нөмірін кәдімгідей астына сызып беріп айтып жатыр да. Енді сосын мен бірден айттым ұйымдастырушыларға. Дәл қазір Шымкент бізге түсіп қалатын болса, мен команданың былай айтқан кезде менеджер ретінде, сол команданың былай жетекшісі деп айтайыншы, қазақ қарапайым представитель команда ретінде мен аянып қалмаймын. Мен соңына дейін барамын. Егер ол ойыншылар алаңға шығатын болса, мен турнирде үлкен айқай шығарамын дедім. Өйткені бұл турнир біз жолдастық, достық турнирға өткізіп жатырмыз. Неге бұл жерге жаңағыдай сырттан әкеп, енді былай айтқан кезде күресіп жатса ертең мысалы қазақ барысына келіп күрестірмейді журналистке. Дәл сол сияқты әңгіме. Сөйткен кезде Құдай өзімен салды, Шымкент бізбен түсіп қалды жартылай финалда. Түсіп қалғаннан кейін сол ширек финалда. Сөйтіп соған түсіп қалғаннан кейін мен жайлап қамдана бастадым. Ойынның алдында 15 минут уақыт болды. 15 минуттың ішінде мен ұйымдастырушыларға барып, оның алдында мен арнайы өзіміздің капитанымыз Әділбекті сұрап алдым, қай нөмірлерді алып тастау керек, ол көрсетіп айтты. Қай нөмірлер, футболисттер жалпы. Олар осы деп тексеріп көр, осы нөмірлерді деді. Көз жеткізу керек. Мен барып тексердім.
тексерген кезде құжаттары тура шықты олардың негізі. Бірақ оны нақты айтып тұрған азаматтар болды. Енді атын айтпай ақ қояйын, турнир өтіп кетті ғой. Олар шынымен де футболисттер негізі. Оны былай айтқан кезде сол команданың жетекшісінің өздері трибунда отқандарға ана нөмірін айтып аттарын білмейді да. Мысалы 17, 13, 11 кім едіңдер түсіндірші дейді. Енді ол бір командада жүрген адам мен мысалға қайсысын айтсам да мен Атыраудан үш команда қосылсам аттарын білемін. Енді ол атын білу керек қой жетекші ретінде. Содан мен барып айттым, мыналардың жетекшісін өзі танымай тұр ғой, не болып жатыр деп. Сол жерде енді біраз әңгіме болды, бірақ енді жеме-жемге кезде екі ойыншыны алаңға шығарған жоқ. Ұйымдастырушыларға рахмет, осы тұста кәдімгідей әділ түрде қарады, Азиз бауырымызға. Екі ойыншы алаңға шыққан жоқ. Енді ол жігіттер де ренжімесін әрине. Олар да ойнаймын деп келді. Олар да сол жерде тер төгем, әйтеуір бір жеңіске жетемін деп келген рас. Бірақ барлығы әділ болу керек. Жеңіске жету жолында ақиқат керек, айналайындар. Тамаша. Енді қорытындылайық. Жалпы енді келгендеріңізге рахмет. Қонақ болғандарыңызға. Енді алда қандай жарыстар бар, көрермендер көріп отырсын, біліп отырсын. Алда енді көп қой енді. Жоқ, енді үлкен жарыстың бірі менің ойымша Мәжіліс кап. Мәжіліс кап, өйткені ол да бәсі бөлек жарыс, және Мәжіліс каптан қателеспесем мен осы жылға қосылып тұрмын. Оған дейін жігіттер айтады, Ақмешіт командасы жеңімпаз болмаған. Енді күміс, қола сияқты жүлделер алынған, бірақ бас жүлдесі чемпиондық кубогы алынбаған. Осы жыл енді біздің чемпиондық жыл деп өзімше менеджер ретінде құрам жасақталып тұр. Чемпиондық құрам бар. Мәжіліс каптың кубогын осы жылы алу негізгі жоспардың бірі. Команданың, мен команда менеджер ретінде жауап берейін. Мен келдім, аламыз деңізші. Сонан кейінгі тағы бір дүние, осы кешегі турнирдің аясында айтылып жатты, үлкен кісілер айтты, журналистер арасында осы біздің облыста өтетін жыл сайынғы турнирлер бар еді, солардың что-то бәсеңдеп қалды ғой деген сияқты. Енді биыл өткіземіз деген жоспарда бар, оның барлығын осы негізгі басшылық құрамдарға, әкімшілікке жеткіздік, жауапты азаматтардың құлағына айттық, жетті, бүгінгі таңда олар да қабыл алды. Енді бұйыртса осы жаңа стадионымыздың ашылуының қарсаңында республикалық үлкен журналистердің доп-додасы сыр өңірінде өтеді деген ойымыз бар. Және өтуі де керек. Құдай қаласа енді біз өтеді деп бір 50% айтсақ болады шығар. Және бір футбол мерекесі болады деп ойлаймын. Күзге қарай өткені бізде стадион ашылады. Стадионның ашылуымен бір журналистерді де сол енді стадионымызды көрсін. Оны 1000 рет естігеннен бір рет көрген артық дейді ғой. Сондықтан бір облыстағы басшылыққа, жалпы осы спорт саласының басшылығына енді Бақтияр Артаевқа жаңа қабылдауында болдық. Сол кезде шет жағасын айттық. Осылай енді ол стадионды ашып, бір-екі журналист келер, одан енді бір-екі журналист барлық эмоциясын жеткізе алмайды ғой. Одан осындай журналистер арасында турнир өткізіп, стадионымызды көрсін, тамсансын, насихаттасын деген мақсатта сондай бір турнир ұйымдастырсақ деп отырмыз. Енді қолдау табатын шығар деген ойдамыз. Ал одан бөлек өзіміздің жергілікті аудан әкімдіктері де биыл осы шағын футболдан бақ өкілдері арасында турнир жандандырғысы келіп отыр. Көп аудан байланысқа шығып жатыр. Қалай қыламыз, не қыламыз деп. Сондықтан аудан әкімдерінің кубогы де өзі де деген. Өзіміздің ішкі біріншілік Сыр медиа, ОБЛ-ТВ, сопкорлар, меншіктілшілер дегендей. Оның өзі үлкен соғыс. Ішкі біріншілігіміз неғұрлым мықты болса, біз республикада сыртқы біріншілігіміз мығым болады. Бәрекелді, нүктесін қойды. Жақсы, онда рахмет. Бір жақсы бір сұхбат болды. Мына жерде жақсы бір подкаст. Сәт түскен сұхбат болды. Сәт түскен сұхбат шынымен де болды деп ойлаймын. Барлық көрермендер екі дүркін чемпиондар деген титр бересің. Көрермендер турнирдің барысы, жалпы толық ақпарат алды деп ойлаймыз осы жерде. Енді алдағы жарыстарыңызға тек қана сәттілік. Жатқан жеріміз жайлы айтқан жоқпыз, бірақ жатқан жерлері жайлы болды. Жатқан жерлері жайлы болды. Рахмет сіздерге. Бүгін бізде қонақта болған екі дүркін Амангелді Сейітхан турнирінің екі дүркін жеңімпаздары Ақмешіт құрамасы. Аман сау болыңыздар. Жеңісті күндерде жүздескенше.